Тоқалы 28-де бір баласы бар. Тұрсынбектің жеке өміріне қатысты жаңа дерек тарады. Әлеуметтік желіде әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың жеке өміріне қатысты кезекті қауесет тарады. Бұл туралы анықтайм.kz тілшісі Түркістан.kz порталына сілтеме жасап хабарлайды. Желі қолданушылары арасында тараған бейресми ақпаратқа сүйенсек, Тұрсынбектің екінші әйелі ретінде аталған келіншек 1997 жылы туған, Қызылорда облысының Бесарық ауылынан шыққан. Белгісіз дерек көзге сенсек, одан бір ұл бала дүниеге келген. Қазіргі уақытта ол Астанада тұрады. Оған пәтер мен көлік әперіліп, ай сайын қаржылай қолдау көрсетіліп отырады делінеді. Сол жазбада ресми жұбайы бұл жағдайдан хабардар болғаннан кейін жолдасын бақылауға алып, барлық жерге бірге ертіп жүреді деген де мәлімет келтірілген. Айта кетейік, әзірге бұл мәселеге қатысты Тұрсынбек Қабатов пен Мөлдір Мұханова ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Алайда жақында Мөлдір тележүргізуші Анна Данченкоға берген сұхбатында отбасымызда болып жатқан жағдай халық арасына тарап кетті. Бұл өмір қабылдадым деген болатын. Құрметті көрермендер, қазіргі ақпарат ағынында ресми расталмаған мәліметтерге сүйеніп, жеке адамдардың өмірін қызу талқылау дұрыс үрдіс емес шығар. Әсіресе отбасы, баласы, жұбайлық қарым-қатынас секілді нәзік мәселелерде абай болу қажет. Тұрсынбек Қабатов пен жұбайы Мөлдір Мұханова елдің алдында жүрген, қоғамға үлгі болар азаматтар. Олар қандай шешім қабылдаса да, ол олардың жеке таңдауы. Мөлдір ханымның сабырмен айтқан бұл өмір қабылдадым деген сөзі оның ішкі парасаты мен даналығын көрсеткендей. Әлеуметтік желіде айтылған бейресми ақпаратқа сүйеніп, болмағанды болдырғандай қабылдау адамгершілікке жатпайтын шығар. Сіздер де келісесіздер ме? Біздің қоғамға қажет дүние өсекті емес, өзекті мәселелерді көтеру. Және елдің жеке өміріне араласқанша, әркім өзінің отбасын, өзінің ішкі дүниесін дұрыстауға тырысқаны абзал. Сын емес, сабыр, табалау емес, түсіністік артық.